жылып, базар байдың төлеген талай көштен өтеді. Сонда бір көшке жетеді. Көш алдында қараса, перінің қызы секілді. Осы екен деп қыз жібек базар байдың төлеген артынан еріп қаршыға. Ол жібек емес деген соң, онан өтіп жөнеген. Bir қыз кетіп барады, шытырма көйлек етінде, нұр сәулесі бетінде, бұралып кетіп барады. Тау басында қарағай, төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті сәндікпен, бәрі де қалды жарамай. Ақ маңдайы жалтырлап, танадай көзі жарқылдап, алтын шашбау шашында, қыз жібектің шаштары, қоғалы көлдің құрағы. Көз сипатын қарасаң, 8 бейіш ішінде торлардың жаққан шырағы. Ақ маңдай, қыз жібектің ақтығы, наурыздың ақша қарындай. Ақ бетінің қызылы, ақша қардың қарындай. Ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай. Екі беттің ажары, жазғы түскен сағындай. Білегінің шырайы, айбалтаның сабындай. Ау жинеш-ау, төлегенге барып кел. Тілімді алса жүрмесін. Мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім. Төлеген мінген көк жорғат, ер тоқымсыз бос көрдім. Төлеген сонда сөйлейді. Ау жинеш-ау, түс түлкінің боқ еді. Әдеме деп келмеші, сәлемде жібек қорқпасын. Өліп кетсем жібекті, еш жаманға қорқылмас. Сансызбай атты інім бар, елімнің ақын көсемі. Батыр шеге дереді, ақылға дарқан кенеді. Олай бұлай болып кетсем, Сансызбайға басшы болып, еліңізге жетіп келеді. Не салса да құдайым, жібек үшін көрем деп, жібекке дұғай сәлемдеп, енді атына мінеді. Асып туған төлеген, жабағайлы халқынан, жабдықтап атын мінеді. Гауһарлағын алтыннан, жолда сенің ерінен жалғыз өзі жөнеді. Кетіп бара жатқанда Сансызбай жылап жүгірді. Сансызбай сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Жыламаймын мен дағы, өзіңнің де көкежан, көзің жасын тый деді. Жылап отыр атанан, сапарыңды қый деді. Төлеген сонда сөйлейді, сөйлегенде бүйдейді. Айналайын жылама, жібек сынды жеңгеңді алып келуге барамын. Бұл сөзді айтып төлеген Сансызбайдың бетінен 3 қайтара сүйеді. Жерге алып қойып інісін, қол ұстасып, қош шала деп жөнеді. Атаңа лағнет бекежан, қыз жібектің сыртынан, атаңа лағнет бекежан, қыз жібектің сыртынан көп ғашықтың бір екен. Баяғы 60 жігіт қасында, төлеген енді келер деп, Қосабаның көлінде жолын тосып жүр екен. Бір қолайды паналап, жеткен екен жағалап. Төлегенді атқалы жақындап келіп, мылтыққа білте басады, ару ағар асады. Төлеген сынды мырзаның қанын судай шашады. Жанкент жалпы білім беретін мектебінің 7-ші сынып оқушысы Күмітбай Базар байдың төлеген талай көштен өтеді, сонда бір көшке жетеді. Көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Шытырма көйлек етінде, нұр сәулесі бетінде, бұралып кетіп барады. Перінің қызы секілді, осы екен деп қыз жібек жетіп келді қасына. Базар байдың төлеген артынан еріп қаршыға, жібек емес деген соң, онан өтіп жөнеген. Тау басында қарағай, төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті сәндікпен. Әлқиса, қаршығамен төлеген қыз жібектің іздерін кесіп алып қараса, ол жерде тек қана қыз жібектің
киесінің ізі ғана бар екен. Сонда олар Қыз Жібектің киесінің жанына барып, Төлеген алдына да бір шығады, артына да бір шығады. Қыз Жібекті солай көрмекші болады. Сонда ол Қыз Жібекті көрмеген соң 3 рет айқайлайды. Мұнда бір тірі жан бармысың дейді. Сонда Қыз Жібек оған ешқандай жауап қайтармайды. Сонда қаршыға келіп, олай емес, өзім сөйлесемін дейді. Сонда қаршыға киесінің жанына барып, Жібекжан-ау, саған мына жерде жақсы бір кісі сөйлесуге келіп тұр дейді. Енді сенің бетіңді ашып, бір лебізімді саған беріп тұрмын, бізбен бірге сөйлесем дейді. Сонда Қыз Жібек бетін ашып, лебізімді құр қалдырмайын дейді. Сондағы сол Қыз Жібектің бетінің сипатын осылай сипаттайды. Ақ маңдайы жалтылдап, танадай көзі жарқылдап, алтын шашпау шашында Қыз Жібектің шаштары, қоғалы көлдің құрағы, қорлардың жаққан шамындай. Ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай. Екі беттің ажары Шымкент жалпы білім беретін мектебінің 7-ші В сынып оқушысы Рүстем Сезім. Қыз Жібек жыры. Базар байдың төлеген, талай көштен өтеді, сонда бір көшке жетеді. Көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады. Шытырма көлек бетінде, нұр сәулесі бетінде, бұралып кетіп барады. Перінің қызы секілді, осы екен деп Қыз Жібек жетіп келді қасына. Базар байдың төлеген, артына мініп қаршыға, жібек емес деген соң мұнан өтіп жөнелген. Тау басында қарағай, төлегеннің мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті сәндікпен, бәрі де қалды жарамай. Ақ маңдайы жалтылдап, қанадай көзі жарқылдап, алтын шашпау шашында Қыз Жібектің шаштары, қоғалы көлдің құрағы, көз сипаттың қарасан, 8 бейіш ішінде хорлардың жаққан шырағы. Қыз Жібектің ақтығы наурыздың ақша қанындай, ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай. Екі беттің ажары жазғы түскен сағындай, білегінің шырайы айбал таны сабындай. Ау жеңеш-ау, төлегенге барып кел, тілімді алса жүрмесін. Мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман түс көрдім. Төлеген мінген көк жорға ат, ер тоқымсыз бос көрдім. Төлеген сонда сөйледі, түс түлкінің бұғы еді, әр немедек кезмешау. Сәлемді жібек қорықпасын, өліп кетсем жібекті. Еш жаманға қорқылмас, Сансызбай аты інім бар, елімнің атын көсемі, батыр шеге дер еді. Олай-бұлай боп кетсем, Сансызбайға басшы болып, еліңізге жетіп келеді. Не салса да Құдайым, жібек үшін көрем деп, жібекке дұғай сәлем деп, енді атына мінеді. Асып туған төлеген, жаға байлы халқынан, жабдықтап атын мінеді, гауһар лағыл алтыннан, жолдас ермей ерінен. Жалғыз өзі жүреді, кетіп бара жатқанда, Сансызбай жылап жіберді. Сансызбай сонда сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Жыламаймын мендағы өзімін де көкежан, жібек үшін көрем деп, жібекке дұғай сәлем деп. Көзінің жасын тиеді, жылап отыратынан сапарында қидеді. Сөйлеген сонда сөйледі, сөйлегенде бүйдеді. Айналайын жылама, жібексіңді жеңгенді алып келуге барамын. Бұл сөзді айтып төлеген Сансызбайдың бетінен 3 қатара сүйеді. Жерге алып қойып інісін, қол ұстасып қоштасып қош жауа деп жөнеді. Атана Лағнет Бекежан, Қыз Жібектің сыртынан көп ғашықтың бір екен. Баяғы 60 жігіт қасында, төлеген енді келер деп, Қосабаның көлінде жолын тосып жүр екен. Баяғы бір қурайды паналап, жеткен екен жағалап,
кеткен екен жағалап, жолда сірмей төлегенді арқалы, жетіп келді қасына. Мылтыққа білте басады, аруағы асады. Төлегенді сынды мырзаның қаны судай шашады. Жанкент жалпы білім беретін мектебінің 7-ші Б сынып оқушы Бейсенбек болды. Қажыбек жылы. Базар байдың төлеген талай көштен өтеді, сонда бір көшке жетеді. Көш алдына қараса, бір қыз кетіп барады, шықтырма көйлек етінде, нұр сәулесі бетінде, бұралып кетіп барады. Пері қызы екен деп артынан ертіп барады. Базар байдың төлеген осы қыз жібек деп барады, қаршыға артынан барады. Қыз жібек жыры хронологиясын еске алатын болсақ, Қыз жібек жыры 14 ғасырдың екі жастар махаббатына шыққан. Оны қатерлі болған екі жан және де Қыз жібек және төлеген болған. Екі махаббатты айырған Бекежан ол ескі аңызға сенетін болсақ, ең біздің аңызға келімді және де келісімді аңыз бұл төлегеннің өлетіні туралы, екі махаббаттың қосылмаған туралы. Қыз жібек өзінің көшіп баратқан кезінде халық көшеді. Сол кездегі төлеген әкесімен бара жатқан кезде көштерді көреді. Көштің алдына қараса, өзіне ұнайтын және де өзінің махаббатын тапқан секілді болып қуанады. Артынан ерсе, оны таппай қояды. Көп іздейді, таппайды. Айқайлайды, көп жерден іздейді, бірақ таба алмайды. Төлеген өте қатты уайымдай бастайды. Себебі өзінің ең бірінші ұнатқан қызын көреді. Ол өте көп жылдар бойы іздеген еді, өзіне қалыңдық. Және де Қыз жібекті тапқан кезінде ол өте уайымдайды, оны жоғалта алмас. Артынан еріп табады, киіз үйдің ішінде отыр екен. Білім беретін мектебінің 7-ші А сынып оқушысы Шайдарбек Қазақ. Қыз жібек жыры. Базар байдың төлеген талай көштен өтеді, сонда бір көшке жетеді. Көштің алдын қараса, бір қыз өтіп барады. Шытырма көйлек етінде, нұр сәулесі бетінде. Бұралып кетіп барады. Перінің қызы секілді, осы екен деп Қыз жібек қасына жетіп барады. Базар байдың төлеген артынан келіп қаршыға жібек емес деген соң онан өтіп жөнеді. Басынан қарағай төлеген мінезі болып кетті баладай. Осындай болып әр жерден 11 қыз өтті сәндікпен. Бәрі де қалды жарамай. Әлқиса төлеген мен қаршыға жібектің іздерін кесіп алып қараса, көшбасшылармен жібектің күймесінен басқа із жоқ екен. Төлеген күймеге жақындап алдына бір шықты, артына бір шықты. Бұл сонда бір жібекті көре алмады. Бұл күймеде тірі адам бар мысын деп үш рет дауыстап шақырады. Қыз жібек еш жауап бермейді. Қаршыға сонда сөйледі. Бұлай емес, бұнда некерлік бар. Мен сөйлесіп көрейін деп жібекке жақындайды. Жібекжан, шырағым, ояумысыз? Мұнда сізге бір жақсы кісі сөйлесемін деп келіп тұр. Бір көрінсеңізші деп сұрайды. Қыз жібек сонда сөйледі. Ал лебізім бекерге кетпесін деп бір көрінейін деп айтып көрінеді. Көрінген кездегі сипаты мынандай екен. Ақ таңдайын жылтылдатып, таңдай көзін жарқылдатып. Алтын шашбау шашында Қыз жібектің шаштары, қуалы көзінің қырағы.
қоғалы көлдің құрағы, ақ бетінің ажары, ақ бетінің қызылы, ақ тауықтың қанындай. Ақ бетінің ажары, жазғы құртын сағымдай. Әлқиса төлеген 3 ай қалыңдық ойнап, бір күні еліне қайтуға таңнан шығуға атын дайындап жатыр екен. Жібек сол кезде түсін көреді. Түстен шошып оянып, кіші жеңгесін шақырып алады. Төлегенге барып кел, тіліңді алса бармасын. Мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман бір іс көрдім. Төлеген мінген көк жорға ат, ер тоқымсыз бос көрдім. Төлеген сонда сөйледі. Ау жеңеше-ау, төс түлкінің боғы, әрнеме келмеш-ау, өліп кетсем жібекке еш қорлық болмайды. Сансызбай інім бар, ақыл ойы елінің батыршеге дер еді. Ақыл ойы кен еді. Төлеген неше минут жол жүрген, ата-анасымен бірге көрісіп, той жасайды. Тойда Базарбай сұрайды. Ал балам, біз қандай адамға құда болдық? Сонда Төлеген бәрін баян етіп береді. Сонда сен қайнынан қашан барасың енді? Жаз құртын барамын деп айтады Төлеген. Атасы сонда сөйледі. Төлеген, балам, мен бір тілек тілейін. Тілегіңді бересің бе, бермейсің бе? Сен осы уақытқа шейін бармай тұр қайынына. Мен өзім саған көп әскер алып шығам, сол кезде барасың. Немді берейін ата. Ел жұртың барлығы бірге екен. Ұнатқан қызында жоқ, жұқтырған қызында жоқ деп шығып кетеді. Базарбай сонда үлкен халқына сөйледі. Бұл балам тілімді алмады, тілегімді бермеді. Базарбай қайыннан барам десе, маған көрген ұстап байлап әкеліп беріңдер. Егер қошемет етіп, біреу жолдас болсан, мен қолын теріс жайып бата беремін. Асып туған Төлеген Жағалбайлы халқынан атын жоқтықтап мінеді. Гауһарлағыл алтыннан бір өзім елінен жөнеді. Жолда кетіп бара жатса, Сансызбай жылап жүгіреді. Әлқиса сол халде Төлеген Сансызбайдан сұрайды. Неге жылайсың, шырағым, жылама? Жібек сынды жеңеді алып келемін. Сансызбай сонда сөйледі. Сөйлегенде бүй деді. Жыламаймын мен дағы, өзінің де көкежан, көз жасымды тый деді. Жылап отыр атаңнан, сапарымды қый деді. Төлеген сонда сөйледі. Сөйлегенде бүй деді. Айналайын жылама. Жібек сынды жеңгемді алып келуге барамын деп осыны айтып, Сансызбайдың бетінен үш қайтара сүйеді. Жерде алып қойып інісін қош-жала деп қоштасып, енді жөнеді. Атана Лағнет Бекежан қыз жібектің сыртынан көп ғашықтың бірі екен. Баяғы алып жігіт қасында Төлеген қашан келер деп Қосабаның көлінде жолын тосып жүр екен. Бір қурайды паналап, жеткен жерін жағалап. Төлегенді атқалы мұлтқа білте басады, аруаға асады. Төлеген мырзаның қанын суда шашады. Келесі, ал Альбина. Жыр қандай үлгіге жатады? Жыр леро эпостық үлгіге жатады. Керемет, жібек жыры бізде леро эпостық жырға жатады. Келесі, тағы дайынбыз. Рамазан дайынбыз ба?
Оба жайлы сипаттама беріңіз. Оба ол жұқпалы ауру. Ол оба таяқшасы арқылы таралады. Нарик Жанель 7-ші В сыныбы марапатталады.